ессіз, кішіге сессіз, баршаңызды құрметте басеміз біз. Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем мезгілінде неше ай бар? Көктем мезгілінде 3 ай бар. Қандай айтып береміз? Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсыңдар балалар. Орындарымызға отырамыз. Отырамыз. Қайдың келе ғой. Балалар, бүгін ұйымдастырылған іс-әрекетіміз кіріктірілген сабақ. Қазақтың ою-өрнектері. Қараңдар балалар, жұлдыз ою, жұлдыз шаға ұқсайтын. Көбелек ою, көбелекке ұқсайтын. Ал 4 құлақ ою 4 санына ұқсайды. Қошқар мүйіз оюымыз қошқар мүйізге ұқсайды. Енді сендерге оңай болу үшін осы жерге сендерге қыстырып қойдық. Ал гүл ою болса гүлге ұқсап тұрмыз. Олай болса балалар, алдарында тұрған математикалық пішіндерді құрастырамыз. Математикалық пішіндерді құрастырамыз. Кәне құрастырып тұрыңдар балалар. Құрастырамыз. Құрастырып болды ма балалар? Енді құрастырған пішіндерімізді атап берейікші. Әлімсен қандай пішінді құрастырдың? Қандай пішін? Қандай? Дөңгелек. Әлімсен қандай пішін құрастырдың? Үшбұрыш. Қайшы үшбұрыш? Үшбұрыш, я? Әлімсен қандай пішін құрастырдың? Қандай пішін? Қандай? Қандай дөңгелектің? Сары, жарайсыңдар. Әзімхан, сен қандай пішін құрастырдың? Мынау қандай пішін? Ал мынау ше? Үшбұрыш. Түсі қандай? Қызыл. Жарайсыңдар балалар. Балалар, орнымыздан тұрамыз. Серкету сәтін жасап аламыз. Орындықтың жанында тұрамыз. Бүгінгі тақырыбымыздағы қошқар мүйіз қазақтың ою-өрнегін енді бояп шығамыз, иә?
alып alamыз, bu kalan suğa malda. Keyin pastaymiz. Qaysi pastaymiz? Жарайсыңдар балалар. Біздер қандай оюды боядық? Қандай? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз оюды боядық, иә? Айсен, жарайсың, әне. Әлім, жарайсың. Балалар, енді балалар, орнымыздан тұрып, кілемшені құрастырамыз. Орнымыздан. Зере қояқ, орнымыздан тұрамыз, Зере. Әне, орнымыздан тұрамыз да, айналасын тұрамыз. Құрастырған
құрастырамыз, оюларын түс-түсімен қоямыз. Әлі ала қой. Жері ала қой. Енді балалар құрастырамыз, бәріміз бірге. Қайын, құрастырамыз. Кілемшені құрастырамыз. Бір-бірімізге жәрдем береміз. Еркежан жәрдем береміз. Қай жерден қою керек, Айсезім қасына. Қалай түсімен қойыңдар. Ана жақтан бар, Айсезім, ана жақтан. Айсымға өзіңіздің құрастыр, ана жақтан бар. Айсымға ана жақтан қыш. Жарайсыңдар балалар. Тұрамыз орнымыздан. Енді балалар, робот Боузли қошқар мүйіз оюын іздеп тауып барады. Он ничего не видит. Балалар, міне робот Боузли қошқар мүйіз оюын тауып барды, иә? Жарайсыңдар балалар, енді орындарымызға отырамыз, кәне, бәріміз. Балалар, енді қошқар мүйіз ойымыз кеткенше, қыздарымыз орнымыздан тұрып, кестемізді тігеміз, е? Орнымыздан тұрамыз, қыздар. Айсезім тұрамыз, Сания. Отырамыз. Балалар, міне, мынау кестеміз, е? Кестемізді былай. Осыны былайғы тігіп шығамыз айналасын. Әне аламыз қолдарымызға. Аламыз. Не, былай, балалар. Айсезім. Былай. Зере. Қыздар, кәне, Сәния, сен қандай кестені тіктің? Түсі қандай айтып берші маған, түсі қандай? Түсі қандай? Сары түс, иә? Ал сен, Зере, қандай түс? Қандай түс кестені тіктің? Қызғылт сары, иә? Мынау түс қандай? Жасыл. Аделя, сен қандай түстің? Мына түсі қандай? Қызғылт. Жарайсыңдар қыздар. Енді орындарымыздан тұрамыз. Отырамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда біздер қазақтың қандай оюларымен таныстық? Бүгін қандай оюды боядық біздер? Қандай ою екен бұл? Азымхан айта қойшы. Қошқар мүйіз ою. Кейін қандай кілемшелерді не істедік кілемшелерді? Құрастырдық, иә? Оюды боядық. Жарайсыңдар балалар. Осымен ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Сау болыңыздар.